Сәлем достар, сіздермен бірге Бинар Қуанышқызы, және біз бүгін өзіміз бастаған геометрия деген үлкен тараудың бүгін жалғасын өтетін боламыз. Және бұл 3-ші сабақ, ендеше кеттік. Біздің бүгін қарастыратын 3-ші тақырыбымыз бұл жарты жазықтық және бұрыш деп аталады. Бұл екі өте қызық ұғым жайлы осы сабақта танысатын боламыз. Енді жалпы бұрыш жайында біз қарапайым өмірден қалай байқай аламыз? Ең бірінші соны қарастырайық. Міне, мына бейне жазбалардың әрқайсысында біз күнделікті өмірде көретін бір бұрыштың белгісі көрсетілген. Ең бірінші суретті қарайық. Бұл жерде мынау бір үстелдің шеті. Біз күнде отыратын парта, орындық, немесе тақтаның шеті болуы мүмкін. Барлығы бұл бізде тік бұрыштың үлгісін көрсетеді екен. Ал мына жерде екінші видеода біз көшелердің қиылысын көріп тұрмыз. Көшелердің қиылысы бұл бізде түзулердің бір-бірімен қиылысына сәйкес келеді. Яғни түзулер бір-бірімен қиылысатын болса, олар бұрышты түзеді, яғни бұрыш пайда болады ол арқылы. Оны қазір алдағы уақытта түсіндіріп өтетін боламыз. Ал мына жерде баспалдақты көреміз. Демек, әрбір баспалдақ бізде, әрине біз оның үстімен жүгіріп өткен кезде оны байқамауымыз мүмкін, бірақ әрқайсысы тік бұрышты құрап жасалған екен. Ары қарай кеттік. Мынау фото түріндегі мысалдар. Алғашқы кітапты қарастырайық. Кітап бұл бізде ашқан кезде біз оны былай толық ашатын болсақ, мына суреттегідей жазыңқы бұрышты аламыз. Ал мына жерде қайшыға қарайтын болсақ, қайшының ашып жабылу арқылы бізде сүйір бұрыш пайда болады екен. Ал мына сағатты қарайтын болсақ, оның екі тілі бізде мына екі тілін кешегі өткен тақырыптағыдай сәуле деп алатын болсақ, ал мына сәуленің бас нүктесі болса, бізде екеуінің уақыттың өзгеруіне байланысты бізде түрлі бұрыштарды осы сағатқа қарап негізі айқындауымызға болады. Ал мына жерде соңғы суретте бізде спортшылар, яғни кунг-фумен айналысатын спортшылар көрсетілген, және олардың әрбір дене қимылы біз мән беріп қарайтын болсақ, бір бұрышты көрсетеді екен. Мысалы, мына кісінің қолы, мына кісінің аяқ көтеруінің, әрқайсының бір іс-қимылы бізде бұрышты көрсетеді. Біз қарапайым өмірде оған мән бермеуіміз мүмкін, бірақ бұл сабақтан кейін сендер өмірден көптеген мысалдар, мен көрсетпеген мысалдарды табасыңдар деген ойдамын. Себебі геометрия деген өмірмен өте тығыз байланысты, өте қызықты ғылымдардың біреуі. Енді анықтамасына көшейік. Мынау тірек сөздер біз бүгін өтетін ұғымдарға тікелей қатысы бар, осылай жазып қойсаңдар да болады. Енді бірінші анықтамаға кірсек. Бұл жарты жазықтық деген не деген сұраққа жауап береді. Түзулерден және оның бір жағында жататын нүктелерден құралған жазықтықтың бөлігі жарты жазықтық деп аталады. Мысалы, мына жерде бір түзу берілген қара сызықпен. Осы түзудің мынау үстіңгі жағы, А және Б деген нүкте берілген. Яғни бұл осы жақ бөлігі біз пайдаланамыз дегенді көрсетеді. Және осы жақ бөлігін біз жарты жазықтық деп қарастырамыз. Бірінші сабақта біз жазықтық деген не екенін үйрендік. Жарты жазықтық ол үлкен бір кеңістік, шексіз созылып жатқан. Мысалы, ол бір платформаның беті болуы мүмкін. Әйнек, еден, қабырға деп алсақ болады. Ал соның жартысы жарты жазықтық болады. Демек, біз тек оның жартысын бір түзумен шектеп, соның бір жақ бөлігін ғана пайдалансақ, бұл бізде жарты жазықтық болып есептеледі екен. Енді ары қарай кеттік. Мына жердегі мына суретке дұрыстап қарайтын болсаңдар, бұл біз бүгін және бүгіннен бастап келесі сабақтарда өте тығыз пайдаланатын фигураның келбеті. Төбелері ортақ екі сәуледен және осы сәулелермен шектелген жазықтықтың бір бөлігінен құралған фигура бұрыш деп аталады. Міне, алдыңғы сабақта біз сәуле жайында өттік, және сәуленің біз атап өткенбіз. Бір бас нүктесі болады және екінші жағы шексіз созылып жатады деп. Мысалы, мына О деген бас нүкте болса, А деген бөлігі сәулеміз созылып жатыр. Ал екіншісі дәл солай, В деген бөлікке қарай созылып жатыр. Осы екі сәуленің төбелерінің түйіскен жері бізде бұрыштың бастауы екен. Міне, АОВ деген бұрыш осылай пайда болған.
Енді біз бұны дәптерге қалай жазамыз? Дәптерге осындай кішірек бұрыш деген белгіні қойып, осылай АОВ деп бекітеміз. Неге оның ортасына алуымыз қажет? Себебі О деген осы сәулелердің ортақ нүктесі болғандықтан, және осы жер бізде бұрышты құрап тұрғандықтан, және осы жерді біз өлшейтін болғандықтан, осы О деген нүктені ортаға қою арқылы жазуымыз қажет. АОВ деп. Егер біз әріптерін алмастырып алатын болсақ, онда екінші жақ бөлігінен тағы бір сәуле шығару қажет болып қалады. Сондықтан шатастырмайық, басынан дұрыс жазуды үйренейік. АОВ деп осы түзуді салып алыңдар дәптерлеріңе. Салып алсаңдар, ары қарай кеттік. Міне, мынау жаңағы АОВ деген бұрыш. Енді осы бұрыштың нүктелері әртүрлі жерде орналасуы мүмкін. Мысалы, жазықтықта, иә. Мына СД деген нүктелері мына АОВ деген бұрыштың ішінде жатыр. Демек, бұл ішкі нүктелер болып есептеледі. Егер сыртында бір нүкте тұратын болса, енді ол сырт жағындағы нүкте болып қалады. Ал дәл ішіне орналасса, ішкі нүктелер деп осылай бекітіп аламыз. Енді осы ішкі нүктелерден тағы біз сәуле жүргізетін болсақ, нүктелерді басып өтетін, онда сол сәулелер бұрыштың ішкі сәулелері болып есептеледі. Сол арқылы тағы бірнеше бұрыштар пайда болады. Мысалы, мына С деген сәуле жүріп өтті дейік. Демек, бізде АОЦ деген тағы бір бұрыш пайда болды. Және СОВ деген де бір бұрыш пайда болды. Ал Д деген нүкте арқылы жүргізу арқылы біз СОД, АОД, ДОВ деген сияқты тағы да бірнеше бұрышты аламыз осы арқылы. Ең басты критерий бізде О деген нүктені ортасына жазу. Осымен шатасып кетпейік. Және мына суретті осылай сызып, мына бірнеше мысал ретінде түзулер бұрыштарды жазып алыңдар дәптерге. Енді ары қарай кеттік. Мына слайдты дұрыстап қараңдар. Мына жерде біз бұрыштар қандай түрге бөлінетінін қарастыратын боламыз. Әрбір бұрыштың өзінің аты бар. Әрқайсысы градусына, бір орналасуына байланысты бір ерекше аттармен белгіленген. Және осыны айыру арқылы біз алдағы уақытта есептерді оңай шығаратын боламыз. Ең бірінші бізде мына жазыңқы деген бұрышқа қарайық. АОФ. Бұл жай ғана кесінді сияқты көрінуі мүмкін. Жазық болып, ұзынан ұзақ созылып жатыр, иә. Бұл есептейтін болсақ 180 градусқа тең. Оны есептеуді алдағы уақытта өтетін боламыз. Қазір тек соның формасына қарайық. Бұл жазылып жатыр, ешқандай бүгілмейді, ешқандай шектеу жоқ. Екі сәуленің бас нүктесін былай түйісу арқылы пайда болады. Бұл жазыңқы бұрыш деп есептеледі. Атауымыз дәл солай. Ал екінші біз қарастыруымыз керек, бұл СО деген түзу жаңағы жазыңқы бұрышқа былай тіктен тік перпендикуляр орналасса не болады? Бұл жерде біз тік бұрышты аламыз. Міне, АОЦ деген бұрыш тік болып есептеледі. Ал СОФ дегеніміз оның екінші жақ тік бөлігі. Мысалы, үстелдің жаңағы біз қарастырған бірінші мысалдағы бұрышы осы тік бұрышқа мысал екен. Енді мына АОВ деген бұрышқа қарайық. Кішіректеу көрінеді, АОВ деген. Демек, бұл жаңағы біз айтқан тік бұрыштан кішкентай болатын болса, осындай кішірек бір сүйір, бір пышақтың жүзі сияқты өткір болып көрінсе, бұл сүйір бұрыш болып есептеледі. Мына АОВ. Біз алдында көрсеткен мына АОВ деген мысалды бәрі де бізде сүйір бұрыштың мысалы екен. Ал керісінше жаңағы тік бұрыштан асып кетсе, жазыңқыға жақындау болса, онда доғал бұрыш болады. Мына жерде жасылмен белгіленген АОД деген бөлік, мына полный мынаның бәрін алсақ бізде доғал бұрыш пайда болады. Демек, мына кішкентай бөлік сүйір, мына үлкен бөлігі доғал. Екеуінің айырмашылығы да сол өлшемдерінде екен. Жаңа біз жазыңқыны 180 градус деп алдық. Және оны СО арқылы 2-ке бөлсек, 180-2-ке бөлсек 90 пайда болады. Демек, мына АОЦ деген тік бұрыштың өлшемі кез келген жағдайда 90 градусты береді. Соны естен шығармауымыз қажет. Енді ары қарай. Бұл біз келесі болашақта қарастыратын бұрыштардың түрлері. Олар осылай сыбайлас және вертикаль деп аталады. Енді сыбайлас бұрыш дегеніміз не? Нақтылап суретке қарайық. Бір қабырғасы ортақ. Мына бір қабырғасы ортақ. Екінші қабырғалары
бір түзудің бойында жататын бұрыштар. Бір түзу дегеніміз және жазыңқы бұрыш. Осы бір түзудің бойында жататын бұрыштар бізде сыбайлас болып есептеледі екен. Олардың қосындысы 180 градус. Жаңа айтқандай, толық мына жерде алатын болсақ, бұл 180 градус береді. Және оның арасын бір түзумен бөлсек, онда 180 градус бөлінбейді ғой, өзгермейді дегенде. Керісінше осы екі пайда болған бұрыштың қосындысы 180-ге тең болатын деңгейге өзгереді. Мысалы, мына бөлік 150, ал мына бөлігі 30 градус болуы мүмкін. Бұл бұрыштар сыбайлас деп аталады. Міне мына суреттен жаңағыдай қайтадан қарастырайық. Мысалы, АОВ деген сүйір бұрышы бізде ВОФ деген доғал бұрышпен сыбайлас. Себебі мына В деген түзу оны екіге бөліп жатыр. Енді келесі. Вертикаль дегеніміз не? Вертикаль бұрыш дегеніміз екі түзу қиылысқанда пайда болатын бір-біріне қарама-қарсы орналасқан бұрыштар. Және олар бір-біріне тең болады дейді. Бұны да дәл осылай жазып алыңыздар. Жаңа біз көшенің мысалын келтірдік, яғни бір-бірімен қиылысса екі түзу, онда міндетті түрде ол жерде бұрыш пайда болады. Ал ол бұрыштар бір-біріне қарама-қарсы жатса, вертикаль болады. Ал егер осылай бір-біріне жанасып, бір түзумен жанасып жатса, онда сыбайлас бұрыш пайда болады. Осылай осы екі бұрышты сызып жазып алайық. Бұл біздің есеп шығаруымызға өте қажет түсініктердің біреуі болып есептеледі. Енді мына есептерге қарайық. Бұл А бөлімінің есептері өте жеңіл. Сіздер жаңағы түсініктерді дұрыстап жазып алсаңдар, онда есеп шығаруда оңай болады. Бірінші тапсырма бұл 4-7 суретте кескінделген нүктелердің қайсысы бұрыштың қабырғасында жатыр, қайсысы бұрыштың ішіне орналасқан дейді. Жаңа біз айтып өттік ішкі нүкте деп. Мына нүктелердің әрқайсы түрлеріне қарайық. Мысалы, С нүктесі қайда жатыр? Бұл мүлде бұрышқа қатысы жоқ, сыртында жатыр. Демек, біз оны қарастырмаймыз. Бізге ішкісін тап деп тұр. Ішкісіне мына Д деген нүктеге ғана жатады. Мына үлкен бұрыштың ортасында орналасқан, себебі және оның бойымен біз сәуле жүргізсек, онда бұл тағы бір бұрышты түзетін болып сәуле болып қалады. Демек, мына Д деген нүкте ішкі нүкте болып есептеледі екен. Ал қайсысы қабырғасында дейтін болсақ, мына А нүктесін алсақ болады. Себебі мына А нүкте тікелей сол жаңағы сәуленің бойында жатыр, және бұл бұрыштың қабырғасында орналасқан. Демек, бұл А нүктесі қабырғасында, ал Д нүктесі ішінде болып есептеледі екен. Келесі сұраққа қарайық. 4-8 сурет дейді. О нүктесі, төбесі болатын сәулелермен шектелген неше бұрыш бар дейді. Енді мынаған нақтылап қарайық мына суретке. Бізде NO деген бір сәуле, PO деген 2, MO және QO деген мұнда 4 түрлі сәулемен берілген екен. Бәрі де осы O деген нүктеден бастап шығады. Енді қарайық. Жерде қанша бұрыш бар? Ең бірінші жаңа өзіміз үйренген жазыңқы бұрыштан бастайық. Жазыңқы бұрыш бұл жерде біреу, өзіміз көріп тұрмыз. NOM деген мына кесінді сияқты ұзыннан ұзақ созылып жатқан бұрыш жазыңқы бұрыш. Біріншісі. Одан кейін біз не өттік? Жазыңқының тең жартысы, яғни тік бұрыш болатын түзуді қарадық, бұрышты қарадық. Бұл міне көзге тіке көрініп тұр. POQ деген тік бұрыш болып есептеледі. Екеуін таптық. Енді біз үйренген қалған ұғымдарды қарайық. Мысалы, мына жерде жазыңқыны таптық, тікті таптық, не қалды? Дұрыс, сүйір мен доғал қалды. Енді мында қарайтын болсақ, сүйір үшкір бөлік, мына POM деген бөлікке қарайтын болсақ, бұл бізде сүйір бұрышты береді. Ал оның сыбайлас бұрышы PON деген бұл доғал бұрышты беріп тұр. Мысалы, мынау 70, мынау 110 градус болып есептелуі әбден мүмкін. Енді оған қарама-қайшы жатқан жанасып жатқан бөліктерді қарайық. MOQ деген бұл да міне сүйір бұрышты береді, ал NOQ деген екінші сыбайлас бөлігі бізде жазыңқыға жақындау доғал бұрышты сипаттайды екен. Енді ары қарай кеттік. Міне, былай жазып қойдым. Сендер де осылай сызып жазып алыңдар. Осы арқылы есте сақтауға өте ыңғайлы. Енді біз сабақты қорытындылайтын болсақ, мына тапсырманы сендерге ұсынамын. Мына
төртте 10 деген суретке қарайтын болсақ, осыған екі тапсырма берілген. Бірінші, сыбайлас бұрыштардың жұбын жазыңдар дейді, және екіншісі вертикаль бұрыштардың жұбын жазыңдар дейді. Бұл жаңа біз өткен мына слайд бойынша, егер менің түсіндіргенім түсінікті болса, онда мына тапсырмада ешқандай қиындық жоқ. Көптеген сәулелер сызылған, түзулер сызылған. Осы арқылы бірнеше бұрышты жазып келсеңдер болады. Және тағы бір тапсырма, мына мысық суретте ұстап отырған қандай құрал, және біз оны қалай пайдаланамыз, сол жайында кішігірім ізденіс жасап біліп келсеңдер өте қуанышты боламын. Сабаққа осы құралды сатып алып келіңдер. Өздерің бірге ағаларың да болса алып келсеңдер болады, жоғары сынып оқушыларында. Бұл біздің геометрияның бір айнымас бөлшегі болып есептеледі. Бұдан былай сызғышты қалай күнделікті пайдалансақ, дәл осылай мына құралды да күнделікті пайдаланатын боламыз. Атауын әдейі айтпадым, өздеріңіз де тауып алып келсеңдер өте қуанышты боламын. Осы арқылы біз геометрияны түсінуді, есептеуді жақсырақ үйренетін боламыз. Ендеше менімен бірге болғандарыңа көп рахмет. Сіздермен бірге болған Нұр Education, білім нұрынан қуат ал.